ата-анаңды құрметте. Аңыз әңгіме. Бұл видеоны көрмес бұрын қазақ халқының тілін, дінін, ұлттық құндылықтарды және де адами қасиеттерді насихаттайтын каналға тіркеліп алуыңызды сұраймын. Бірде Мұса пайғамбар Тәңірі Тағалаға: «Уа, жасаған маған жұмақта көрші болатын кісіні көрсет» деп өтінеді. Тәңірісі: «Базарға барып ет сататын қасапшыны іздеп тауып ал. Сенің жұмақта көршің сол болады» дейді. Мұса дереу базарға барып қасапшыны тауып алады. Ол ынты-шынтысымен еңбек етіп ет сатып тұр екен. Кешке қасапшы үйіне қайтады. Жол бойында Мұса оны қуып жетіп: «Саған Алланың сәлемі болсын, бауырым. Жүзің жылы, қайырымды жан екенсің. Кімсің, қайда асығып барасың?» деп сұрайды. Жігіт: «Менің кәрі сыркат шешем бар. Оны бағып қағу менің мойнымда. Күнде үйге қайтарда малдың жылы